Баршаңызға сәлем. Бүгін өзбек халқының хамир хасиб деген тамағын дайындаймыз. Бізге керегі жылы су, бір дана жұмыртқа, жарты қасық тұз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа көлемде қамыр илейміз. Орташа көлемде иленген қамырдың жайылуы да жеңіл болады. Қамырымызды илеп пакетке салып қоямыз. Осы орайда күрішімізді майға қуырып аламыз. Тұзымызды қосып суға пісіріп аламыз. Начинкасына фаршымызды, пиязымызды, жаңа піскен күрішімізді қосып, тұз, бұрыш, приправа қосып дайындап аламыз. Қамырымызды жайып, мантының көлеміндегідей кесіп, бір бұрышына начинкамызды салып, конверт сияқты қылып ораймыз. Жасалу жолы өте оңай. Голубцидың қамырда жасалған түрі, дәмі де ерекше. Мантаваркамызды майлап алып, 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Хамир хасибіміз дайын болды. Аджикамен немесе майонез, кетчупты араластырып жесеңіздер өте дәмді болады. Біздің отбасыға ұнаған тағамдардың бірі болды. Ас болсын. Мені қолдап, лайк басып, менімен бірге тағамдар дайындап жүріңіздер. Рахмет.